саламатсыздар ма, менің құрметті гүл сүйгіш достарым. Но енді алдында галаксиния гүлінің жапырақтарын салып қойып қойғам. Енді біреу шықса, біреу шықпайды. Может быть, ол жапырақ тіпті бармайтын да болған болар. Сондай жапырақтар да болады ғой отростка жасауға. Енді мыналары шіріп кетті. Қазір жинап жүріп қарап атсам, мен мұнда да бірдеңе бар екен. Мен тіпті мынаны ашпаппын. Мұнда да бірдеңе бар екен. Асты тірі, жапырағы шіріп жатыр. Мына біреу жапырақты тауып алып, шеті шірген, бірақ мына жерден міне шығып жатыр. Астында клубинді көріп тұрсыз да? Енді осы клубинді де егіп тастап, сіздердің көздеріңізше егіп, осында бір адам болып көрейік. Мен үшін бір қызық болып кетті бұл. Мынаған мына шірігін алып тастап, қалай алып түсеміз? Мына бүйтіп кесіп тастасақ ештеңе болмайтын шығар. Мынау кәдімгі жапырақ шығып жатыр. Мына зимний садты жинап жүріп, гүл егетін жерімді содан мынаны тауып алдым. Енді осыны егіп тастап көрейік енді. Нан сұрамайды ғой. Топыраққа саламыз да қоямыз. Өсіп кетсе өсіп кетер. Өспесе көрерміз енді. Мынаны бұлай көп углублять етпейін. Көрінбей қалып жатқан жоқ па? Мен ыңғайсыз мынау. Бүйтіп егіп көрейік. Сосын аздап топырақ сухойлау. Енді пока кішкене дымқылданғанша топырағы сыңсын. Суы. Сосын дымқылданып, бұнда тепличкеге салып қояйық. Енді мынаны да көрейік. Мынау қайда кетті жаңағы? Мынада ештеңе жоқ енді. Бұл бітіп кеткен сияқты. Міне мынада қой жоқ, жатып қалған сияқты бұл. Жатып қалған сияқты. Дей тұрғанмен бір таза жерлері бар. Сонда да салып қояйық. Артық болмас. Нан сұрамайды ғой. Бұларға біз өмір подарить етейік. Жизнь дейді ғой, жизнь. Мынаны салып. Эксперимент жасай берейік. Топырақ сухойлау, сосын су сіңбей жатыр ғой. Қазір сіңіп кетер. Ал қысқа ғана осындай видео көрейік қандай болатын. Қазір мен осының бәрі мына тепличкеме салып қоям. Сау саламатта болыңыздар, заман тыныш болсын, аман болайық. Пока-пока.